Сәлем достар! Бүгін біз вафли пісіретін боламыз. Оның құрамы жұмыртқа, сары май, құмшекер, ұн және мынау вафли орайтын құралымыз, мынау жасайтын ыдыстарымыз, пісіретін құралымыз. Видеоны толық қарап отырсаңыздар, барлығын көрсететін боламын. Мінекей достар, 6 штук жұмыртқамызға бір кесе құмшекерімізді салып алдық. Енді осыны құралдың көмегімен жақсылап құмшекер ерігенше араластырамыз. Мінекей достар, жақсылап қантты ерігенше араластырып алдық. Енді осыған үй температурасында тұрған сары майымызды қосып жақсылап оны да араластырып алатын боламыз. Мінекей достар, майымызды жақсылап араластырып алдық. Енді ұнымызды аз-аздан салып, қоймалжың болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, осындай қоймалжың рецепт болу керек. Менің ішіне кішкене сөз болып жүрген сары майым, үй температурасындағы сары майды қосқаннан кейін осындай болып тұр. Негізінде ертіп құйса да болады. Енді осыдан осындай 1,5 қасық алып құятын боламыз. Достар, пісірген нәрсемізді бүйтіп қолмен орауымызға да болады, ыстықтай абайлап орайсыздар. Бүйтіп жақсылап орауға да болады. Мына құралдың көмегімен де орауға болады. Әркім әртүрлі қылып орайды. Мінекей достар, біздің кереметтей қытырлақ әдемі вафлиларымыз дайын болды. Өте керемет дәмі. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Біздің видео ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.